ауылына да келдік. Рубешка ауылында анам тұрады, бауырларым тұрады. Тағы да бірнеше адам осы YouTube каналдағы видеоның астына пікірін қалдырған. Сол пікір қалдырған адамдардың сұрауы бойынша осы су деңгейі қандай, соны видеоға түсіріп алуға келе жатырмыз. Рубешка ауылындамыз. 19 сәуір 2024 жыл. Жайықтың ағысы қатты екені мінекей мына жерден көрініп тұр. Үйіріліп ағып жатыр. Және жылдамдықты қараса өте жылдам ағып жатыр. Мына ауыл жақ беті биік жарғабақ болған. Осы жарғабақтың мінекей ернеуіне дейін қазір жақындап тұр. Ар жағы жайылма, судың дені ары қарай жайылмаға ан жаққа қарай шыққан. Бірақ мына жаққа да едәуір су мінекей ернеуіне жақындап тұр. Мына жайықты жағалай қапшықтар топырақ толтырып қатарын жасап, оның үстінен мынадай топырақ үйіп едәуір күшейткен. Осылайынша мына ауылды жағалап едәуір жерге дейін. Жаңа мына жерде шыққан адамдар, үлкен кісілер солар айтып жатыр. Ауыл халқы шықты дейді, осы жерде жұмыс жасады, барлығы да еріктілер болды, және солдаттар келді дейді. Акиматтың адамдарын ұйымдастырумен көптеген адамдар келді дейді. Қазір жаңа біз видеоға биіктен түсірген кезеңде техникалар көп. Осы жерде әлі жұмыс жасап жатқан көріп тұр. Осы ауылды судан қорғап қалуға көп жұмыс жасалған, әлі жасалып жатыр екен.